Барлығына сәлем. Бүгін сіздермен керемет видеомен бөліскім келіп тұр. Америкадан зат алу туралы. Америкадан қалай зат аламыз, жұрттар Америкадан қалай алады деген сұрақтар сізде талай рет болған шығар миыңызда, иә? Қазір мен сізге сол Америкадан зат алуды 0-ден бастап профессионал деңгейіне дейін көрсетіп беремін. Қазір 20 минут, 25 минуттың ішінде өзіңіз бірінші саудаңызды, бірінші покупкаңызды жасай алатын боласыз. Және осы нәрсе көңіліңізден шықса, лайк, подписканы ұмытпайсыз. Рахметіңіз, сізден тек қана подписка, лайк болды, басқа ештеңе керек жоқ. Ал ондай болса кеттік. Бірінші Америкадан зат қалай аламыз, қалай төлейміз, қалай үйімізге дейін жеткіземіз деген сұраққа мен қазір сіздерге полностью жауап берейін. Америкада платформа көп. Бірінші қазір біз eBay-ге тоқталайық. Бірінші eBay-ден бастайық. Себебі eBay ол ең арзан, ең қолжетімді заттар осында бар. Бұл жерде жаңа заттар да бар, ескі заттар да бар. Ол енді жағдайына байланысты көресіз. Мен қазір соның бәрін көрсетіп беремін. Қалай көруге болады, қандай саудагерден сатып алуға болады. Бірінші сол eBay платформасына толық сіздерге тоқталып кетейін. Мысалы, мына eBay платформасын ашасыз, eBay.com. Ең басты сіздерге тіркелу керек. Тіркелу ол оңай ғой, кәдімгі Mail.ru-ға тіркелген сияқты, WhatsApp-қа тіркелген сияқты. Почтаңызды жазасыз, пароліңізді енгізесіз, почтаңызға кіріп, бағана аккаунтыңызды активировать етесіз, болды. Сіз уже тіркелдіңіз. Ары қарай сіздерден не керек? Ары қарай сіздерден бір зат іздеу керек. Қарап тұрсаңыз, мысалы, сіздерге не керек? Мысалы, маған LG Gram деген ноутбук керек. Дүниежүзінде ең жеңіл, ең әдемі ноутбуктардың бірі. Міне қазір жаздым. Міне search деген кнопканы бастым. Міне тізімдер шықты. Әртүрлі бағада. Ең басты сіздерге арзан керек қой. Сондықтан да міне жерде best march дегенді көресіз. Және ең арзан міне price плюс shipping lowest first дейді міне. Негізі көп жағдайда актуалды көрсетіп тұрады best march енді соңғы салғандарында. Сізге бірақ ең арзаны керек. Міне арзанын бастық. Ол шықты. Міне ноутбуктар шықты. Қарап тұрсаңыз тым арзаны бар. Қарап тұрсаңыз мына жерде мынандай нәрселер бар. Bit деген нәрсе. Ол сізге керек емес, пока что ол аукцион. Аукцион кішкене шатастырады. Сол үшін біз аукционды мына жерге шет жақты қарасаңыздар, аукционның бағасын алып тастаймыз да buy it now-ды басамыз. Buy it now деген дәл қазір сатып аласыз. Міне ең арзан ноутбук міне $375 тұрады. Состояниясына байланысты қазір көреміз. Қымбатын да көреміз, арзанын да көреміз. Мынау $469 тұрады. Онда ашып қарайық. Және мына жерден тағы біреуін таңдап алайық. Міне ең әдемісін мына біреуін көрейік. Міне 3 ноутбукты ашып қарадым. Қарап тұрсаңыз міне use it дейді, қолданылған. Міне жағдайы, мынау характеристикасы тұр. Міне суреттері тұр. Суреттерді басып толық міне қарап шығыңыз. Бұл жерде міндетті түрде әрбір суретке мән беріңіз. Себебі кейбір адамдар жазбауы мүмкін жағдайы қандай екен, бірақ міндетті түрде суретке қарап, тиянақты жақындатып, барлығына тиянақты болыңыздар. Міне бағасы, міне суреті, міне қашан қойылған, міне. Және мына сатушы JV-B 100% позитивні. 100% өте жақсы отзыв алған, 47 зат сатқан. Бұл жерде, міне жерде жүрек бар. Сатушыны сақтап қойсаңыз болады, ұнап жатса. Міне, немесе сол сатушының заттарын көрсеңіз болады. See other items дейді, немесе контакциялар дейді. Мысалы, сатушымен байланысқа тағы да бір сұрақтарыңыз болса, мына жерде сұрақтар қоюға болады. Бірінші сұрақ қоймас бұрын мына жерде тақырыптарды қарап алыңыз. Бұл жерде тақырыптарда сұрақта жауапта бар. Қалай жібереді, міне, қашан жібереді, қай қаладан жібереді, міне бәрі көмді сұрақтар тұр. Егер бұл сұрақтар жоқ болса, онда контакцияларды басасыз да, міне. И бірден хабарласа бересіз. Мына жерде сияза етеміз, басқа затын көрейік. Не сататын? Басқа заттарда, мысалы, басқа да мелочтар сатып тұр. Ең үлкені сол ноутбук екен. Енді сіздерге қызық шығар, енді қай жерден бұл сатып тұр, қай қаладан немесе. Көп жағдайда Америкадан алған дұрыс, Қытайдан тоже сатады, бірақ мошенниктер көп түседі. Бұл жерде мынау характеристикасы тұр. Бұл жерге қараудың қажеті жоқ. Бұлар енді стандартный нәрселер.
Ең басты мәселе осы жерде description дейді. Бұл жерде ол сипаттап береді тауар қандай екенін. Мысалы, міне I bought this on eBay and only used it once because I wanted to touch screen and I thought this had one. It's excellent condition, Windows is factory. Мысалы қарап тұрсаңыз, мен eBayден сатып алдым дейді, қолданылған күйде, бірақ маған сенсорный экран керек дейді, тачскрин. Мен солдай деп ойласам, олай емес болып шықты, бірақ состояниесі жақсы дейді. Міне Windows бағанағы заводской настройкаға лақтырылды, таза, зарядкасы бар дейді, chargers, міне Type-C дейді, міне и free shipping деп, міне тегін жіберем дейді. Қарап тұрсаңыз, міне жерде shipping деген бөлім бар, оны бассаңыз, міне көрініп тұр, қай қаладан жіберетінін. Пенсильваниядан жіберіп тұр, Америка құрама штаттарынан, міне free shipping, яғни сізге тегін жібереді. Тегін деген сөз ол тегін емес, бірақ ол өзі төлейді да сол ақшаны. Почталық бағанағы шығындарды ол өзі төлейді. Ары кетсе $20 ол өз қалтасынан төлейді, бірақ ол мына сумманың ішіне, бағаның ішіне кіріп тұр. Түсінікті, иә? Міне екінші ноутбукты көрейік. Екінші қымбатынан бастайықшы. Бұл 600-ге сатып тұр, міне $600, міне Feedback 96 бағана 100 еді, міне 96 көріп тұрсаңыз. Бұл да өте жақсы көрсеткіш. 90-нан асқанның бәрі жақсы, 92, 93, 94, 95 бәрі жақсы. Бұл енді 877 сатқан, ол өте көп. Яғни бұл өте көп сатушы. Көп сатқан сатады. Негізі мына ноутбук өзі $2000 тұратын ноутбуктар, қазір сізге 600-ге беріп тұр, өте арзан. Қарап тұрсаңыз, бұл да сипаттама беріп тұр. Характеристикасы жазылсаған, аса бір сипаттама берген, сондықтан суретке тиянақты қарап шығу керек. Қай қаладан жібергенін көріп тұр, тоже free shipping. Кейбір жағдайда Хьюстоннан жіберіп тұр. Кейбір жағдайда мына жерде free shipping тұрады, және басқа да сома тұруы мүмкін, $20, $30. Ол деген сөз тез барады деген сөз. Free shipping таңдасаңыз, міне 3-4 күнде келеді. Тез таңдасаңыз, тез келеді. Яғни товар таңдадыңыз. Мысалы, мына ноутбук маған ұнады, оны таңдау үшін, мысалы, add to watch list сізді избранныйға сақтап қойсаңыз болады, жоғалта алмайсыз, және add to cart дейді, мынау корзинаға сақтап қойсаңыз болады. Buy it now деген бірден сатып алуға болады, немесе корзинаға сатып алып, кейін төлеуге де болады. Мына корзинада сақтап тұрады. Buy it now деген бірден корзинаға салмайды, тез сразу төлей жібересіз, болды. Яғни түсінікті деп ойлаймын. Товарды іздеуді көрдіңіз, мына жақтан жазасыз, кез келген нәрсені, мысалы, и сатып ала, белгілеп, бірінші өзіңіз салыстырып, бәрін салыстырып шығасыз. Мынаның бағасын көресіз, ананың бағасын көресіз. Мына сатушы мен мына сатушы екеуі бір адам. Екі ноутбук сатып тұр, екі түрлі. Енді бағанаға нені көрдіңіздер? Міндетті түрде мынау позитивнау отзывқа мән беріңіз. Бал жоғары сайын және мынау сан көп болған сайын ол сатушы көп сатты деген сөз. Өте жақсы сатты деген сөз. Сондықтан да мына жерде отзывтар болады оның, көрсеңіздер. Сондықтан да мына жаққа мән беріңіздер. Мына көп болған сайын сіздер сенімді боласыздар, сізді алдамайды деген сөз. Товарды зерттеп жақсылап болған соң, енді бағанаға төлеуге көшесіздер. Қалай төлейсіздер? Қазір оның бәрін көрсетіп беремін. Енді бағана аукцион дейді. Мына жерде қарап тұрсаңыз, бір бағана аукционды алып тастады. Енді біз тек қана аукцион таңдайық. Аукцион деген сөз, міне екі ноутбукты ашып қарайын. Аукцион деген сіздер көрдіңіз бе? $305. Баға 3 рет адам тіккен, 3 бағана міне көрдіңіз бе? 3 адам тіккен, біреуі $75 бастаған, біреуі 300 берген, біреуі 305. Солай кім көп алады? Мына 9 күн ішінде жеңімпаз анықталады. 9 күн ішінде сіз әлі ставканы бересіз, ставканы аласыз, жарыс болады. 9 күн деген сөз, ұзақ жарыс. Мына 3 күн ішінде мына ноутбук сатады. Қандай үлкен баға болады, соған тоқтайды. 205-тен артық ешкім бермесе, онда соңғы сатып алған тіккен адам $205 сатып алады, су тегін. Мына жерде кейде резерв not-met деген жазуда болса, онда ол ставкадан, кей белгілі бір ставкадан асқанда ғана төленеді. Яғни одан жетпесе, ол аукцион алынып тасталады. Ешкім ұтпады деп. Сондықтан мына жерде резерв not-met деген жазу жоқ. Яғни мынаған тігіп $202-205 тіксеңіз ұтып алып болады. Так, енді сіз енді бұл ноутбукты қалай аласыз? Мысалы, мен қазір тағы мына жерде көрсетіп жіберемін. Мына жерде summary деген тұрады. Яғни
басты бет деген сөз. Recently viewed деген жақында ғана көрген заттарымыз. Bid деген бағана аукционымыз. Offer деген бағана аукционға ұсынған бағамыз. Watch list бағана біздің избранныйымыз. Purchase history деген біз бағанағы сатып алған заттарымыздың историясы, тізімі. Buy it again деген тағы да сол заттарды тез сатып алуға, яғни бір кликта сіз қайтадан сол затты сатып ала аласыз. Selling сіз сатасыз. Save as сіз бағана ізделген заттарды белгілеп қойған избранныйлар. Мынау селлердің избранныйлары, яғни сатушының белгілеп қоясыз. Қалғандары message, яғни бағана сіз бағана сатушымен хабарласқаныңыз. Түсінікті деп ойлаймын. Енді біз қалай сатып аламыз? Мен сізге қазір Америкадан бірінші eBay-ді толық түсіндірді деп ойлаймын. Яғни тіркелесіз, заттарды көресіз, сатушының бағана рейтингін көресіз, қай жерден жіберетін көріп болған соң, яғни бір ноутбук ұнаған соң, сіз оны бағанаға неге саласыз, бағанаға корзинаға саласыз. Мен қазір қайтадан байтынаға қойын. Бір ноутбукта корзинаға саласыз. Add to cart дейді. Міне корзинада уже сізде proceed to cart дейді. Ары қарай картаға барасыз ба дейді, немесе бір план аласыз. Керегі жоқ, ешқандай керегі жоқ, біз бармаймыз. Жауап тастаймыз. Міне $299. Енді біз затымызды көрдік, қалай аламыз? Енді келесі алатын екінші тәжірибеміз, біз қазір екінші бөлімімізге келдік. Екінші бөлім бұл бізге үлкен жақсы сенімді делдал керек. Делдал деген посредник. Бізге посредник керек. Барын көріп болғаннан кейін бізге Globing деген посредникті сізге ұсынам. Globing деген тамаша посредник. Яғни 1 килограммды ол $13 жеткізеді. Мына 100 граммды ол $1.03 жеткізеді. Яғни сіз бір 100 граммдық мысалы очки алсаңыз, женский очкиді, очки алсаңыз, онда сізге 700 теңгенің 600 теңгенің көлемінде жеткізеді. Америкадан 700 теңгеге жеткізу деген ол сенсация. Ондай нәрсе өте сирек. Себебі Америкадан тікелей сізге жіберетін болса, как минимум 10 мың, 20 мың да кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да $1 деген ол тиын тебен. Мына посредникке сенуге болады. Мен бұдан бірнеше рет алып жүрмін, ешқандай қиындығы жоқ. Бірінші өзім болған да этапын айтып кетейін. Бірінші қазір eBay-ге тоқтадым, енді Globing-ге тоқтадым. Бұл жерде де тіркелесіз. Аты жөніңізді, мекен жайын белгілейсіз міне. Сосын Америкадан 4-9 күнде сіздің бағанағы неңіз келеді, бағанағы затыңыз келеді. Бұл жерде Америкадан тек қана eBay емес, мына жерде неше түрлі киім-кешектер бар, алсаңыздар. Дәл осылай eBay-ден қалай көрсеткен сияқты ала аласыздар. Міне Cat, Coleman, Salvatore Ferragamo, Gimbori, неше түрлі Monson, Coach дейді. Өте жақсы брендтер. Бұл жерде Америкада әрқашан сапалы, әрқашан арзан заттар ала аласыздар. Және әрбір мереке кезде бұларда үлкен жеңілдіктер болады. Сол жеңілдіктермен аласыздар. Қанша сат? Осының бәрі сіздің үйіңізде бола алады. Осы видео арқылы сізде осының бәрі үйіңізде бола алады. Сапалы заттар арзанға, магазинге бағана Артем, барахолкаға барудың қажет емес. Арзан затты сапалы түрде өзіңіз аласыз. Бұл қалай жұмыс істейді дейді. Аккаунтыңыз тіркелесіз, ол сізге мекен жай береді. Себебі Американың eBay-інде, олар Қазақстанға жібермейді. Қазақстанға тікелей жібермейді. Даже жіберген күннің өзінде ол $13 өте көп болады. $1 да көп. Сондықтан біз посредникті пайдаланамыз міне. Сосын біз декларациядан өтеміз. Яғни мен сіздерге қазір көрсетіп берейін. Сосын менің орныма сатып ал деген нәрсесі бар. Бұл енді ақылы түрде, мысалы сіз білмесеңіз, қорықсаңыз, просто мына жерге ссылканы қоясыз, сатып алған затыңызды. Тауардың атын жазасыз, мен орныма сатып ал дейді, и бұл жерде Globing-ның адамдары өздері сатып алады сізге. Бірақ бұны пайдаланудың қажеті жоқ. Мен қазір көрсеткен зат сіздерде просто толық осының бәрін өзіңіз алатын деңгейге жеткізеді. Яғни біз қазір логинге кірейік. Міне мен қазір тіркелдім, мен қазір өз логиніме кірем. Міне қазір мен өз логиніме кірдім.
мен қазір сіздерге осы глобингтің ссылкасын берем. Тек қана сол ссылка арқылы тіркеліңіздер. Сол кезде сіздерде жеңілдік те болады, менің қолдауым да болады. Бүкіл мына комментарияға сұрақтарыңыз болса, сол комментарияға жазып көмектесетін боламын. Қазір мен осы ссылканы сіздерге жіберемін, көрсетемін. Міне қазір мына ссылканы көрсетемін, және астында видеоның астына осы тіркелін. Осы ссылка арқылы тіркеліңіз. Осы ссылка арқылы тіркелсеңіз, сіз көптеген жеңілдіктерге ие боласыз. Ал енді кеттік. Мысалы, глобингте менің мекен жайларым деген тұр. Міне, менің мекен жайларымды басаңыз, сізге глобинг адрес беріп тұр. Міне, мына Американың адресі, мынау Ұлыбританияның адресі. Ұлыбританиядан алам десеңіз, осыны енгізесіз. Америкадан алам десеңіз, осыны енгізесіз. Енді біз қазір қайтадан eBay-ға көшуіміз керек. eBay-ден кейін біз аккаунт сеттингті басамыз. Бұл жерде адрес деген тұр. Міне, мына жерде қарасаңыз, registration адрес деген тұр. Сіз тіркелген адрес. Shipping адрес деген тұр. Shipping адрес деген сіздің почтаңыз қай адреске бару туралы. Ship from адрес, қай адрестен жіберу керек екені. Return адрес дейді, қай адреске қайтару керек екені. Және мына қай адреске төленетін. Сондықтан біз мынаны таңдаймыз, shipping адрес таңдаймыз. Бұл жерде менікі толтырылған, бірақ сіздер толтыратын өздеріңіз толтырасыздар. Так, мына қайтадан сұрап жатыр, кір деп. Қайтадан кірейін. Міне, мына жақта адресті толтыруыңыз керек. Яғни сізге глобинг адрес беріп тұр, міне. Глобинг адрес беріп тұр. Сол адресті жазасыз. Міне, мына жерден копия деген басасыз. Адрес бірге. Адрес бірге. Екінші. City. Клеймонт. Дәл мен сияқты жасаңыздар. State. Delaware. Мына жерден таңдайсыздар Delaware'да. Zip код. Ставите тестер. Country. США. Телефон. Телефонды мына жаққа қоясыздар. Бірді алып тастай салайық. Name. Name яғни сіздің кез келген атыңыз. Мысалы, Айгүл. Айгүл. Матчанова. Ағылшынша жазғаныңыз дұрыс, негізі. Мен мысал ретінде қазір жазып көрсетіп жатырмын сіздерге. Мысалы, міне United States таңдалды. Street адресті мына жерде, мына пунктті сіздер ұмытпаңыздар. Мына пунктті өте маңызды. Так, бұл пунктті сіз тіркелген кезде мына қазіріңіз болады. Бұл жерде басқа сандар тұрады. Басқа сан, ұмытпаңыздар. Мен тағы да қайталайын айтамын. Бұл сан, ол басқа сан. Бұл санды көшіресіздер, копировать етесіздер да. Сіздердің жеке сандарыңыз. Әр адамға әр түрлі береді. Сөйтіп мына жерге саласыз. Street 2-ге саласыздар. Ұмытпаңыздар. Street 2. Сосын сақтайсыздар. Save. Все, сіздің адресіңіз уже тұр мына жерде. Міне Матчанова осы адреске жібереді. Көрдіңіздер ғой? Тағы да айтамын, мынаны ұмытпаңыздар. Бұл сіздерде басқа сан болады. Басқа сан. Егер глобингке бағанағы ссылка арқылы тіркелсеңіздер, сіздерде бұл сан өзгеріп болып тұрады. Шатаспаңыздар. Енді қараңыздар. Сіздер уже тіркелдіңіздер. Міне тіркелдіңіздер. Барлығы бар. Міне сіздер тіркеліп болдыңыздар. Адрестің, глобингтің адресін eBay-ге салдыңыздар. Яғни сіз уже екінші қадамнан өттіңіз. Енді үшінші қадам бағанағы сіз корзинаға салған ноутбукты сатып алу мәселесі. Міне мен қазір корзинаны бастым. Міне корзинада бағана мен ноутбугым тұр. Мен осы ноутбукты сатып алуым керек. Мен қазір 588 төлемім керек.
Бұны төлеген кезде go check outты басамыз. Міне сізге келесі төлеу нәрсесі шықты. Көп жағдайда мына жерде Honey деген қосымшаны белгілеп алсаңыздар, кішкене купон да береді. Жақсы нәрсе. Міне төлеген кезде бұл жерде бірнеше нәрсе бар. Бағана мына жерде сіздің адресіңіз тұрады. Мына жерде сіздің адресіңіз. Және мына жерде төлеу методтар тұр. Көрдіңіз бе? Картамен төлей аласыз. Картамен төлей аласыз. PayPal арқылы төлей аласыз. Или Google Pay арқылы төлей аласыз. Енді қазір төлейтін кезде мен көп жағдайда PayPal-мен төлеймін. PayPal сіздерге де ұсынам. PayPal-ға тіркеліп алыңыздар. PayPal-мен тіркеліп төлесеңіздер, сіздерде ақшаңызды жоғалмайды. Себебі сіз төлеген жағдайда сатушы сіздің затыңыз жібермейінше, сіздің затыңыз қолыңызға келмейінше, ол затты алмайды. Ол былай айтқанда, орысша айтқанда замороженный болып тұрады. Сондықтан да сізде қорқыныш жоқ. Кез келген жағдайда сіз затыңызды алмасаңыз, ақшаңыз сізге 100% қайтады. Сондықтан да PayPal-мен төлеңіздер. Картамен төлеуге де болады. Аласызда қазір картаның данныйларын толтырасыз. Бірақ бір жерде бір нәрсені ұмытпаңыз. Мына жерде биллинг адрес деген тұр. Биллинг адрес деген ол Американың адресі емес, сіз картаны қай жерден алдыңыз, сол жерде толтыруыңыз керек. Ұмытпаңыз. Биллинг адресте картамен төлейтін кезде қай жерден, мысалы Каспий картаңыз сіз Астанада ашсаңыз, Астана қаласын көрсетесіз, адресіңіз Қазақстанның адресі болу керек. Именно биллинг адрес. Американың адресі болмау керек. Ондай жағдайда Американың адресін қойсаңыз, онда ол төленбейді картаңыз. Сол. Міне енді қазір мен PayPal-мен төлеймін. PayPal менің аккаунт ашқан. Дәл солай аккаунт ашып, тіркеліп төлесеңіз болады. Міне PayPal-мен төлеймін. Міне қазір маған код жібереді, SMS арқылы. Мен қазір кодпен жасап қойғам. Міне қазір мен PayPal-ның кодымен төлеймін. Маған SMS келді. Міне қазір төленіп жатыр. Міне сатып алдым. Болды. Америкадан менің уже затым бар, дайын. Все, маған уже келеді. Енді бұл жерде ары қарай не істейміз? Ары қарай біз қазір purchase history'мізді қарайық. Сатып алған затымызды. Міне сатып алған затымыз қазір әлі дайындалып тұр. Міне қарап тұрсаңыз, сатып алған затымызда мынандай трек номері береді. Трек номер. Трек номерді біз көшіріп аламыз. Копировать етеміз трек номерімізді. Сосын біз неге барамыз? Глобингке барамыз. Трек номерді алғаннан кейін, трек номер ол бір күннен кейін болады. Трек номерден кейін тапсырысты қосу деген нәрсе бар. Тапсырысты қосамыз. Міне трек номерді мына жерге вставить етеміз. Так, біздің трек номерді көшпеді. Міне трек номеріміз қазір көшірейік. Міне трек номерімізді алдып көшірдік. Міне вставить. Атауына жазамыз ноутбук. Ноутбук. Бағасы $600. Бағасы $600. Саны 1. Басшы салық енгізу. Мына жерге мән беріңіздер. Бұл жерде осы ақпанға апрель дейді ғой. Сәуір айына дейін басшы салық $1000 алуға болады. Сәуірден кейін мынау өзгереді. Егер қызыл болса, онда кішкене Қазақстаннан кейін салық төлей бастайсыз. $200 асса салық төлейсіз. Қазірше алуға болады. Так, мына жерде товарды қосқаннан кейін мынандай ұсыныс тағы товар қосуға болады. Керегі жоқ. Мына жерде фамилияңыз жазасыз. Фамилияңыз жазғаннан кейін тапсырысты қосасыз. Міне тапсырыс қосылды. Бұл трек номер 1 емес. Бұл трек номер мен енгізген ғой. Бұл қазір мен сізге көрсете салайын. Мына жерде мен тапсырмыстарымдан міне тұр. Міне. Дәл сол ноутбук міне.
Қараңыз, енгізілді. Бірінші енгізген кезде мынау тұрады, потом қоймаға келген кезде мынау тұрады, жолда екен мынау тұрады. Міне бағанағы трек номерім, ноутбугым, қызметтің құны, міне қарап тұрсаңыздар, ноутбуктың салмағы 2,4 килограмм, бағасы 600. Көрдіңіз ба? Яғни ол қашан келеді? Міне 20-сына енгізілген, 29 күні уже неге түскен бағанаға қоймамызға, и мына күні бізге келетін болады. Так. Енді сіз бұл товарды енгізгеннен кейін мына жерде елде болып тұрады, елде потом алынды деп есептеледі. Мысалы, қай жерден алғыңыз келетін болса, онда мына жақта баптауларды басасыз. Баптауларда мына жерде қызмет көрсету орталығы деген бар. Алматыдан алсаңыз, Алматыны басасыз. Мына жерде Астанадан алсаңыз, Астанадан басасыз. Астанада ол анау Қытай посольствосының артында тұрады, Сарайшық 4-те. Сол. Сосын енгізгеннен кейін сіздерге декларация толтыр дейді. Декларация деген оны кім алады, кім қандай адам алады. Ол оңай. Инструкция бойынша фамилияңыз жазасыз, паспорттағы данныйларыңыз жазасыз, кім алатынын қол қойып, осыған қайтадан жүктейсіз, PDF күйінше немесе сканер күйінше, осы жерден алушыларға тіркейсіз. Бәрі оңай, бәрі инструкция бойынша. Болды, сондықтан сіздің затыңыз уже келген уақытта, мына қарап тұрсаңыз, мына уақытта 20 шілдеде мен уже ноутбугымды Америкадан аламын. Ең басты, қараңыздар, мысалы, Globingтің ұсыныс несі, қызметтік құны $31 болды. Америкадан келуі $31 болды. Яғни мен қалай төлеймін оны? Естеріңізде болса, мына мекен-жай толтырған кезде мына жерде адрес болды. Адрес 2 дегенде сіздің жеке шотыңыз болады, жеке сан болады. Сол санды Каспи арқылы, Каспида төлемдерді бассаңыз, Globing деген болады. Globingті бассаңыз, именно осы жерде сіздің бағанағы жеке неңіз тұрады. Номеріңіз тұрады. Сол арқылы төлейсіз Каспидан. Ұмытпаңыздар, Каспидан төлеу оңай. Соны толтырған кезде мына жерде сіздің бағана шотыңыз өзгереді. $31 бағана жеткен кезде сіз сатып аласыз. Сосын бағанаға видео затыңыз келеді, затыңыз келгенде қалай оны ала аласыз? Мына жерде хатты басасыз, хатты басқан кезде сізде мына жерде хабарлама келеді. Мына хабарламаны бассаңыз, мына жерде мынандай нәрсе тұрады. Штрих-код. Осы штрих-кодты смартфонға түсіріп аласыз. Сөйтіп, бағанаға Алматыда болсаңыз, Гогольда, Астанада болса Сарайшық 4-ке барасыз да. Ешкіммен кездесудің қажеті жоқ. Ешқандай адаммен сөйлесудің қажеті жоқ. Бірден кіресіз де, тура алдыңызда тұрған роботқа, сканер тұрған роботқа смартфоныңызды көрсетіп, суреттегі осыны көрсетесіз. Сол кезде сіздің затыңыз тура сол алдынан бағанаға коробкадан шығып, сізге пакетімен бірге береді. Аласыз да, бағана суырманы жауып, бағана суырма шығады, затыңызды аласыз, суырманы жауасыз, болды, шығасыз да кете бересіз. Ол Globing таңғы 10-нан кешкі 8-ге дейін жұмыс жасайды. Болды, осымен сіз бірінші затыңызды ала аласыз. Егер видео қызық болса, онда тағы да лайк, коммент басыңыз, және сізді құттықтаймын. Бірінші затыңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазыңыз, қандай зат алдыңыз, қалай алдыңыз, қандай қиыншылықтар болды, оңай болды ма, өз опытыңызбен бөлісіңіз. Мен міндетті түрде оқимын, маған да қызық. Біздің қазақ бауырларымыз Америкадан зат алып жатса, сапалы нәрсе алып жатса, арзан зат алып жатса, мен өте қатты қуанамын. Осы 30 минут видеомды сіздерге арнадым, барлық күш-жігерімді салдым, білгенімді айттым. Барлық қазақтар осыны көрсін, білгенімен бөлістім. Барлығына рахмет. Сау болыңыздар. Болды, осымен мәселе бітті. Сіз бірінші затыңызды Америкадан алды деп есептеуге болады. Құттықтаймын. Яғни бірінші затыңыз келді, ол үлкен қуаныш болады. Таза зат аласыз, арзан зат аласыз. Сол мен сияқты алыңыздар. Мен өз білгенімді сіздермен бөлістім. Егер видео ұнап жатса, лайк басыңыздар, комментарий басыңыздар, және басқа адамдарға көрсетіңіздер. Міндетті түрде мен жіберген мынау видеоның астында ссылкамен тіркеліңіздер. Ол өте маңызды, себебі осы видеода мен сіздер көріп тұрам,
қалай жасап жатқаныңыздарыңыз осы видеоға тіркелген кезде мынау ссылка арқылы онда мен сізге көмектесе аламын. Болды. Егер сұрақтар болса, сұрақтар қойсаңыздар болады. Мына жерде тілдер таңдасаңыз болады. Міне қазір Глобингке келдім, Астанада. Сканермен сканерледім, көрсеттім. Еш нәрсе істеудің қажет жоқ, ешкіммен кездесудің қажет жоқ. Тек қана күтесіз. Посылкаңыз қазір сортировкадан реттеліп жатыр. Міне посылкам шықты. Қосымша пакет беріледі. Посылкамды алдым. Риза болдым. Қазір үйге барып распаковка жасаймын. Міне глобингіміз келді. Міне үйде тұр. Қазір біз распаковка жасаймыз. Көрсетеміз қалай алғанымызды. Ноутбук. Міне келген адресі бәрі. Соны көрсетемін. Міне қазір распаковка жасаймыз. Сіздердің көзіңіздеріңше мен алдым. Ух ты, не деген керемет. Міне осылай Америкадан өздеріңіз алсаңыздар болады. Рахатын көресіздер. Сол, барлығына сәлем.